Сәлем баршаңызға, менің атым Жансая. Мен қарым-қатынас экспертімін. 44 жастамын, 4 баланың анасымын. Көп адамдар менің консультацияма келеді. Не үшін деп сұрағанда, енді сіз көп нәрсені көргенсіз, өмірлік тәжірибеңіз зор, жаңа үлкен балаларыңыз үлкейді, енді сіздің айтарыңыз бар, үлкен ғалымның әйелісіз, тоқ етерін айтса, осы әйел айтады деп ойлап, біз сізге сонда бір кеңесіңізді алуға келдік деп айтады. Яғни қарым-қатынасқа қатысты айтарым шынымен де бар деп өзім ойлаймын енді. Жалпы адамның өмірінің қандай болып жатқанын, айналасындағы құбылыстарды неге байланысты, көрсеткіш неге байланысты деп сұрайтын болсаңыздар, оның өзінің ішкі сенімділігіне байланысты. Неге сенеді, сол міндетті түрде орындалады. Бұлай айтуыңыз мүмкін. Сонда не, мен мысалға өте қымбат зәулім үйде тұрғым келеді, мен оған сенем, бірақ неге ол орындалмай жатыр? Ішіңізде сол сенімнен қорқатын нәрселеріңіз болуы мүмкін. Сіздің ішкі сеніміңіз, яғни қазіргі тілмен айтқанда түпкі санаңызда оған дайын емессіз деген сөз. Дайын болсаңыз, Алла тағаланың құдіреті бір кішкентай ғана Жансаяның немесе аруайдың немесе біреудің ішкі Алладан сеніп осындай жақсылыққа, зәулім үйге лайықпын деп тұрған адамға беру Алла тағаланың құдіретіне ол ешқандай да сын емес. Сондықтан менің сенімділігім тексеру керек. Сенімділік деген не? Менің шешім қабылдау қабілетім санадан және де түпкі санадан тығыз байланысты. Санаға және түпкі санаға дейінші. Санам 5% жұмыс жасайтын болса, түпкі санам 95% жұмыс жасайды. Санамда 60.000 бит секундына энергия жұмсалатын болса, түпкі санада 11 миллион бит секундына энергия жұмсап жатады. Яғни соншамалықты жылдам, соншамалықты күшті болып тұр ғой, санамызға қарағанда. Ал түпкі санамызда не болып жатқаны, неге толыққанды сенетінімізді ажырата алу немесе алмау, бұл да бір өнер. Қазіргі таңда көп адам оны тыңдай алмайды, сезе алмайды. Неге дегенде, мына көзбен көрген ақылға жатып алғанбыз ғой, сүйеніп алғанбыз. Яғни мен білем, мен оны оққам, мен оны тоққам, кімнен бір ішкі әлеммен жұмыс жасайын десең, ары қарай сүңгітпейді ғой. Өйткені санасына жатып алғанда, ақылға жатып алған. Оққанына, тоққанына, көргеніне сеніп алған. Ал көзіңді жұмшы енді, не көріп тұрсың десең, көзің жұматта, білмеймін, ештеңке жоқ, қараңғы дейді. Адам көзін жұмғанда өзімен өзі қалмай ма? Мен мына тәнімді дәл қазір мынау осылай отырмын, айналам маған салқын болып тұр, жылы болып тұр деген сияқты өзінің тәнімен, өзімен тығыз байланыста болмай ма? Бола алмайды. Өзінің не сезінетіне, дәл қазір қандай сәтті сезініп тұрғанымен жұмысы жоқ. Тек қана көзбен көретін нәрсеге, құлақпен естіген нәрсеге ғана сеніп, соның соңынан жүгіріп кете береді. Ол сана. Ол өкінішке орай 5%. Негізгі біздің өміріміздегі, айналамыздағы болып жатқан бүкіл құбылыстарды шешіп жатқан нәрсе бұл біздің түпкі санамыз. Ар жағымыздағы кішкентай кезімізден, анамыздың құрсағынан бері қалыптастырып алған ұғымдарымыз, картинкаларымыз. Нені ұғым ретінде ішімізде қалыптастырдық, біз сонымен ғана өмір сүреміз. Біз соны өзгертпей, өміріміз өзгермейді ешқашан. Сол кезде қалыптастырған сол ұғымға байланысты қалыптастырып қойған әдеттерімізді өзгертпей, ешқашан өмірімізді санамызбен түсініп алған, ұғынып алған нәрселерге қарай өзгерте алмаймыз. Мысалға, бір келіншек айтады да, мен барлық нәрсеге Алла үшін шыдап жүрмін. Мен Алланы жақсы көремін. Алла үшін орамал тақтым. Алла үшін намаз оқып жүрмін. Мен Алла үшін осы күйеуге тидім. Саналы түрде, жаңа ақылмен есептегенде, прям енді керемет тақуа деп ойлап қаласың да. Соншамалықты өмірін Аллаға арнапты ғой деп ойлап қаласың. Бірақ сұрай келе, неге мен бұл күйеуге тидім? Неге бұл күйеу мені жақтамайды, ата-анасын жақтай береді? Неге мен өмірде бақытсызбын? Неге мен жақсы өмір сүрсем, не болады соншама? Неге мен лайық емеспін деген сияқты Алланың оған берген күш қуатын қолдан алмағандығына ешқандай бет бұрғысы келмейді. Яғни менің ішімде Алла жоқ. Яғни мен Аллаға сенбеймін дегенді, мына
артқы сеніммен нақты айтып тұр да. Саналы түрде Аллаға сенетінін жақсы көретінін айтып тұр, бірақ түпкі санасында ол Аллаға деген сенім болса, олай Алла адасып сол күйеуге тигізіп қойған жоқ. Алла дәл сол күйеуге тиетін кезде Алла жанында болған жоқ. Ол күйеуге тиетін кезінде оның әке шешесінің қандай болатыны, бұның өмір бойы сол әке шешемен, сол ата енемен өмір сүретіндігін Алла білмей қалды. Бұны бақытсыз қылып жатыр, бұны жақсы көрмейді, бұны керек қылмаған деген сияқты түбінде жасырып жатқан сенімдермен өмір сүрмес еді. Білмейді ғой, өкінішке орай. Соны түсінгенде не істеді? Иә деді, қабылдаймын. Қабылдаш жаным. Сен қателесе аласың ба? Иә, мен қателесе алам. Осы уақытқа дейін қателеспейтін құл еді ғой ол. Мен бәрін керемет жасап жатырмын, бәрін Алла үшін жасап жатырмын. Неге анау андай, неге анау мындай, бәрі кінәлі еді, бұл аппақ ақ тақуа еді. Ал енді не істеді? Өзінің де қателесе алатынына көзі жетті және қабылдады. Иә, мен қабылдаймын. Мен қателестім. Мен қателесе алатын құлмын. Мен кейде адаса алам, кейде шатаса да алам. Аллахым, тәубе етем, сенің жолыңда жүрем деп ойлап, әркімді ортаға салып алғаным үшін деп автоматты түрде адам өзінің қателесе алатын құл екенін қабылдағанда тәубеге бет бұрады ғой. Ең сүйікті жері осы жер ғой. Көзіңе жас бұрқ ете қалады. Себебі сен шынымен де всемогущий емессің ғой. Сен ғана бәрін аппақ адал жасап жатсың да, айналаңдағы бәрі негізінде кінәлі емес қой. Айналаңдағылар саған кінәлі сияқты болып көрінген болса, сен өзің олардың ішкі халіңмен сондай болуларын қалап талап етіп тұрсың. Алла тағала әділетті барлық нәрсені сенің қалағаның бойынша жасап береді. Сол қалауларыңды кішкене анықтасаң, осы қалауларым менің ойымдағыдай емес екен ғой деп қабылдаған кезде тәубе етесің. Тәубе еткен кезде автомат түрде ар жағында шүкіршілік шығады ғой. Мысалға, өзіңнің әлсіз құл екеніңді қабылдадың ғой. Мен енді әлсіз екем. Иә. Сол күйеуге тию де менің құл екендігімді көрсетеді. Алла тағала менің тағдырыма, сол кезде менің тағдырымда болды ғой Алла тағала. Мен таңдадым ғой сол адамды. Сондықтан мен осы халіммен де Аллахым сондай күйеу болды екен деп мен бақытсыз емеспін. Мен осы халіммен де сен мені махаббатқа бөледің. Мен махаббатпен өмір сүруге лайықтымын. Мен сенің жарық жұлдызыңмын, мені жаратып қойған жарық құлыңмын дей алған кезінде не істеді? Тәубе етті ғой. Ана адамға сүйеніп өмір сүріп қалған үшін. Мен оған емес, Аллахым саған ғана сүйенуім керек еді. Саған ғана бет бұруым керек еді. Тәубе еттім деген кезде артынша шүкіршілік ете бастайсың. Не үшін? Адам қабылдаған кезде айналамда мен көрмей қалған жақсылық өте көп екен ғой. Мен өзімді ісіндіріп, мен ғана ақпын деп жүрген кезде айналамдаларды көрмей қалыппын ғой деп көре бастайсың. Осы отырғанда тәубе еткен кезде не істейсің? Мен бейбіт заманда өмір сүріп жатырмын. Осы отырғанда жайлы отырмын. Осы отырғанда қарным тоқ, ішетін суым бар, наным бар, немесе қазір қасымда балам бар, анам бар, күйеуім бар деген сияқты өзіңмен өзің жоқ емес бар нәрселерді іздей бастайсың. Қалай шүкіршілікке ішің толады? Енді не істеймін деген сұраққа жауап іздей бастайсың ғой, автомат түрде. Яғни осы уақытқа дейін сондай бір күйзелісте, бір жақсылықты көрмей жұрттың бәрі жаман, сен жақсы болып жүрген кезіңде аяқ астынан тәубе еттің, шүкіршілік етесің. Енді осы халімді жақсарту үшін не істеймін деген ішіңде автоматты түрде шырақ жанады ғой. Сөйтіп, сол халіңнен шығу үшін қандай әдеттерді жаңарту керек, қалай жаңа өмір бастау керек, ол әркімнің өзінің ішкі түйсігімен жаңа өмір басталып кетеді. Бұл әлемнің заңдылығы ғой. Қалай Аллаға бет бұрасың, сен өзіңді бақытты сезінесің, айналаңдағы болып жатқан бүкіл бақытты халдерді өзіңе керек қылып тарта бастайсың. Ал оған дейін өзіңе көп алдың, қысылулармен өмір сүрдің. Не болды? Сол қалпыңмен қысылып, мен ананы істей алмай жатырмын, мынаған үлгере алмай жатырмын, ананы басқара алмай жатырмын, ананы мен сияқты қылып жасай алмай жатырмын, анау менің ойымдағыдай жүрмей жатыр деу арқылы, өзің ағзаңды да әрдайым қысу арқылы, без жүйелеріңді қысу арқылы, қан айналыңды қысу арқылы өзіңнің ағзаңа өзің қиянат жасай бастайсың. Аманатқа қиянат деген мінекей осы. Сондықтан бақытты өмір сүру де өзіңіздің қолыңызда,
өзіңіздің ішкі сенімділіктеріңізді бір тексеріңіз. Ішкі түп санаңызда жатқан кішкентай кезіңізден қалыптастырып алған сізге ұнамсыз нәрселерді анықтап алыңыз. Анықтаңыз да, мен қателесіп қалыппын. Қателесуге құқығым бар, қателесе алам деп өзіңізге рұқсат беріңіз. Сол кезде автоматты түрде қателеспейтін Аллаға бет бұрасыз ғой. Аллаға бет бұрған жан ешқашан айналасынан бір жылулық, басқа біреуден бір қолдау күтпейді. Өйткені Аллаға арқасын сүйей алған адам басқа ешбір құдіретті күштің иесіне мұқтаж болмайды. Ал солай сіздерге сәттілік, маған да сәттілік. Осыны айтқым келетін, айтамын да, болашақта да айта жатармыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Өйткені айтарымыз көп болсын, пайдамыз көп болсын, сіздер де кері байланыс жасау арқылы пайдаларыңызды тигізіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.